Қайырлы күн қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай кешкі асқа жаркое тағамын дайындадым. Дәмі өте керемет болып шықты, прям сочный болып шықты. Сіздермен осының рецебімен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бізге ең алдымен қызып тұрған табамызға май құямыз, және де оған бір пияз бен морковты турап, осы майда қуырып алатын боламыз. Жақсап қуырамыз. Пияз бен морковымыз қызарғанша қуырып аласыздар. Мінекей осылай қуырылғаннан кейін етімізді ұсақтап турап, оны морков пен пиязға қосып, жақсап араластырып аласыздар. Мен бұл жерде сиырдың етін пайдаландым. Сіздер қойдың етінде немесе жылқының етінде пайдалануға болады. Ол жағынан бір қатып қалған қағида жоқ. Кез келген етті пайдалансаңыздар болады. Мінекей араластырғаннан кейін бетін жауып, бір 5-10 минутқа қуырып аласыздар. 5-10 минуттан кейін осылай еттің өзінің суы шығады, сорпасы. Осы кезде оған тұз бұрышын қосамыз, дәмдеуіш қосып, жақсап араластырып алып, бетін жауып, тағы да бір 10 минутқа қуырып аласыздар. Бұл жерде қуырған кезде, мінекей осы еттің сорпасы біткенше, прям ет қызарғанша жақсап қуырасыздар. Мінекей еттің суы бәрі бітіп, тек қана осылай майда қызарып қуырылды. Енді осыған 200 грамм су құятын боламыз. Суды бірден лақ еткізіп, көп су құйып тастамаңыздар, еттеріңіз судың дәмі татып кетеді. Сол үшін осылай аз-аздан су құйып отырып, етті пісіріп аласыздар. Осы уақытта картошкамды ашып, 4 бұрыштап турап алдым. Оның қасына осылай кабачкиді де қабығын ашып, 4 бұрыштап турап алдым. Мен осы жаркоеға қазір кабачки мен картошканы бірге пісіретін боламын. Етіміз піскеннен кейін осыған картошканы саламыз, және де кабачкиді салып, жақсап араластырып аласыздар. Жақсап араластырғаннан кейін 200 граммдай ғана су құямыз. Суды қатты көп құюдың керегі жоқ. Қатты көп су құйсаңыздар, картошкаларыңыз езіліп, дұрыс піспей қалады. Сол үшін тек қана осылай бір кесе ғана су құйсаңыздар, жетіп артылады. Осының қақпағын жауып, 15-20 минутта картошкамызды пісіріп алатын боламыз. 20 минуттан кейін қақпағын ашып, біздің жаркоеміз дайын болады. Мінекей өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, сорпасымен, бәрімен күшті болып шықты. Ешқандай да езілмеген, барлығы сол күйінде. Бір кабачкиді қосқанымның бір себебі, бұл жерде бұл тамақты өте бір сочный қылдырып тұрады. Суы көп бөлінеді кабачкиден. Сол себепті жаркойларыңызда сочный болып шығады, сорпасы көп болып шығады. Мінекей қазір дәмін көретін боламыз. Дәмі деген енді өте керемет. Жасап көріңіздер қыздар. Кешкі асқа өте тойымды тағамдардың бірі. Менің каналым ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып отырыңыздар. Тағы да қызықты рецептер салатын боламын. Ас болсын.